Ассалаумағалейкум. Амансыз ба? Аты жөнім Арман Құдайберген. Неге Кизет медиа порталының кезекті шолуын бастаймын. Бүгінгі шолуда YouTube пен телеарнаның қырқысын, Бекболат Тілеуханның қарғысын, Италияда өртенген яхтадағы VIP қазақтардың тартысын, Трамптың қол астындағы басшысының қамшы жайында сөз қозғаймыз. Егер бүгінгі шолу ұнап жатса, лайк, ұнамаса дизлайк қойайық. Көкейдегі ойымызды комментарийға жазып қалдыруды ұмытпайық. Ендеше бастаймыз. Әлеуметтік желілер мен сайттар аудиториясы жағынан мемлекеттік ақпарат құралдарын басып озды. Енді олар мемлекеттік баққа бөлінетін қаржыдан үлестерін сұрауда. Бұлайша айтқанда теледидардың теңгесіне дейміз бе, тендеріне дейміз бе, интернет қол соғымға ұқсайды. Тағы бір айта кетерлігі, медиа нарығына бәсекелестіктің жаңа деңгейі қажет депті тілшімізбен тілдескен Сәлем Social Media жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры Александр Аксютис. Александр осыдан бірер күн бұрын өзінің нақты ұсыныстарымен премьер-министр Асқар Маминнің қабылдауында болды. Медиа маманның ұсыныстарына Мамин де оң қабақ танытқанға ұқсайды. Александр Аксютистің мәліметтеріне сенсек, Сәлемге отандық Инстаграмдағы аудиторияның 90%-ы YouTube'тың тең жартысы тиесілі екен. Ай сайынғы орташа қаралым 50 миллионға жуық. Қысқасы Александр Аксютис ұлттық статусқа ие медиа нарығын бағалайтын тәуелсіз органның құрылғанын қалайды. Құрметті көрермен, Сәлемнің контентіне қатысты сіздің де айтар ойыңыз, жазар пікіріңіз бар шығар. Комментарийге оның бәрін төкпес бұрын тілшіміз дайындаған неге жаңа медиа госзаказдағы ойын тәртібін өзгерткісі келеді деген сараптама, зерттеу мақаласын оқып алғаныңыз әбден жөн болар. Жерорта теңізінің Сардиния жағалауында қазақстандық туристер мінген яхта өртенді. Италия жағалауында өртенген Леди ММ яхтасына қатысты қызықты деректердің шеті шыға бастады. Әзірге белгілісі бортта 17 адам болған, оның 8-і қазақстандық туристер, қалған 9-і экипаж мүшелері. Бортта болған қазақстандықтар жайлы ресми мәлімет жарияланған жоқ, десе де олардың супер VIP статусына ие азаматтар екендігі жер-жерде айтылып жатыр. Мәселен, Белый лист телеграм-каналы шетелдік дерек көзге сүйеніп былай дейді. Өртенген яхтада бір кездері Кредит, Алтын банк, Алтын групп Қазақстанға иелік еткен Асаубаевтар демалып жатқан. 2011 жылы Асаубаевтар Қазақстандағы алтын өндіруші компанияларды басқара отырып, активтерді офшорлық компаниялар арқылы шетке шығарған деп айыпталды. Десе де ол іс бейбіт жолмен шешілгенді. Сарапшылардың пікірінше Асаубаевтар бизнесінің қазіргі кездегі қарызы $300 миллион жуық. Соңғы уақытта қарғыс айту мен қарғыс алу төңірегінде әңгіме таусылар емес. Оған себеп те жеткілікті. Бекболат Тілеуханның әлеуметтік желіде вирустай тарап кеткен қарғыс айтып жатқан аудио жазбасы қоғамды дүр сілкінтті. Осы оқиғадан кейін ел ішінде әзіл-шыны аралас Бекболаттың тізіміне еніп кетпейік деген әңгіме тарады. Аудио жазбадан ұққанымыз депутаттың қоғамдағы қаңқу сөздерге сабыры таусылған, әйтеуір өзіне жақпағандарды тізімге алып ашықтан-ашық қарғауға көшкен. Халық қалаулысы һәм ел алдында дінді уағыздап жүрген тұлғаның бұндай қарғануы қаншалықты дұрыс? Мәжіліс депутатының абыройына нұқсан келді ме? Бұл кәсіби этикаға сай ма? Және қандай да бір жаза қолданыла ма? Осы сұрақтарға жауап іздеп Бекболат Тілеуханның жұмыс орны мәжіліске хабарластық. Баспасөз қызметіндегілер депутаттың жеке басына қатысты іске жауап бергісі келмеді. Қарғыс Нұр Отан партиясы мүшесінің мәжілісменнің аузынан шыққаннан кейін этикаға қатысты сауалымызға партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек немесе мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллин жауап беру керек деп есептейміз. Бұл жайында тілшіміз дайындаған Бекболат Тілеуханның қарғысы һәм депутаттың этикасы атты мақаланы оқып көруді ұсынамыз. Қазақтың қамшысы 3-ші дүниежүзілік соғысқа себеп бола жаздады. Біздің биліктегі ағайындарда қарап жүрмейді ғой негізі. Трамптың кеңесшісіне қамшы сыйлап несі бар еді десеңізші. Осылайша қараптан қарап 3-ші дүниежүзілік соғысқа түрткі бола жаздадық. Қолына қамшы ұстап, қаны қызған Шон Лоулер үлкен жиырмалықтың жиынына қатысса не болар? Не болар еді болғанда ақш пен Ресейдің президенттері ала көзденіп жүрген кезде Шон Путинді қамшымен тартып жіберсе, қызықтың өкесі сонда болар еді. Жалпы күні кеше әлем халқы Американың мемлекеттік департаменттің хаттама басқармасына басшылық еткен Шон Лоулердің қызметтен неге шеттетілгенін жайлы хабарламамен танысты. Жалпы Шон Лоулер қол астындағы қызметкерлерге әдепсіздік танытқан, дауыс көтерген, этиканы сақтамаған, тіпті кейбірін ұрып жіберер деп төніп барған екен. Өйткені қолында қазақтың қамшысы болған. Естімеген елде көп. Естімеген
жайттарды сараптайтын неге кезет сайтының апталық шолуын осымен тәмамдаймын. Келесі кездескенше Құдай берген армандарымыз орындалсын.